Ассалаумалейкум достар, бүгінгі күнімізді әсемдейміз. 27 мамыр аят. Ендеше шексіз ұлылық иесі Раббыңның есімін, яғни оның мінсіз екендігін айтып ұлықта. Хадис. Мұсылманшылық дегеніміз тазалық, адалдық. Таза болыңдар, өткені жәннатқа тазалар ғана кіреді. Дұға. О Алла тағалам, көкірегімді аша көр, істерімді жеңілдете көр. Жүрекке келген күдіктерден, істерімнің сәтсіздігінен және қабір азабынан сақтай көр деп бір өзіңе сыйынамын. Халық даналығы. Таза мінсіз асыл тас соп түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Алла тағаланың көркем есімдерінің бірі әр-Рахман, аса қамқор. Оның қамқорлығы өзі жаратқан бүкіл мақлұқтарына тиесілі. Қамқоршы Алла тағала мұсылмандардың, сондай-ақ кәпірлердің өмірлік қажеттерін өтейді. Алланың бұл есімін зікір еткен адамның ойлау және жаттау қабілеті күшейеді. Сондай-ақ ол адам қаталдықтан арылады. Зікір етіп болған соң қолыңызды жайып, мына дұғаны оқысаңыз болады. Алла тағалам, осы көркем есімдеріңмен шексіз мейіріміңе арқа сүйеп сұраймын және өзіңе ғана жалбыранамын. Өзіңнің рахымыңнан жалбарынып тұрып жәрдем сұраймын. Менің күллі істерімді өзің оңынан реттестіріп берші. Раббым, мені сондай рахымыңа, кеңшілігіңе бөлеші. Сол сенің рахым кеңшілігінен кейін өзге ешкімнің жәрдеміне мұқтаж болмайтындай. Әмин.